Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. 30 жыл билік еткен Нұрсұлтан Назарбаевтың әулеті биліктен ығыстырылды. Дегенмен, Әлияның компаниясы әлі де қарсылық көрсетуде. Нақтырақ айтсақ, теміржол билеттерінің комиссиясын көтеруін қоймай жатқан Instant Payments жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Әлия Назарбаеваның қарамағындағы компания болып табылады. Ол әрбір онлайн билет үшін комиссияны көтеру туралы шешім қабылдаған. Яғни, Қазақстан темір жолы елбасының кенже қызының компаниясымен келісім шартты бұзу процесінде болса, Instant Payments жауапкершілігі шектеулі серіктестік сатылған әрбір онлайн билет үшін комиссияны көтереміз дейді. Нақты ақпараттарда сәуір айының басында агрегаторлық компанияларға онлайн сатылған әрбір пойыз билеті үшін комиссияның өскендігі туралы айтылады. Агрегаторлар 2022 жылдың 1 мамырынан бастап комиссияны көбейтуі керек делінген. Сондай-ақ Әлия Назарбаева Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғам мен Қазақ Телеком акционерлік қоғамындағы делдалдық қызмет көрсететін компанияны құрған болатын. Елбасы қызының компаниясы интернетте пойыз билеттерін сату үшін жүйе қалыптастырған және ұлттық байланыс операторларынан төлемдерді қабылдайды. Дәл осы уақытқа дейін Қазақстан темір жолы мен Қазақ Телеком жауапкершілігі шектеулі серіктестік келісім шартты бұзу сатысында тұр. Дегенмен, әлі де болса Қазақстан темір жолымен байланысы бар Әлияның компаниясы өз дегеннен қайтар емес.